Әулие Қанарбай ата барлық жиған білімін, қабілетін, қасиетін ізгі істерге, халыққа қызмет етіп сауап жасауға жұмсаған ұлы әулие. 97 жылы құйрығы бар жұлдыз туады. Сол күн Қанарбай атаның Меккеден қайтқан күнімен сай келеді. Бұл тек Алла тағалаға аян. Қанарбай ата өзіне жаман ниетпен келген адамдарды ақ түйе болып, қара жылан болып, бір көзді көлік болып қуып салады. Және аян беретін, елекпен су таси алатын, білімі мен қабілет қарымы қасиеті болған. Бірде көлікпен келе жатқан адамдар алдынан түйе ұстаған адам мен жалаңаш жылап жүрген екі баланы көріп таңғалады. Бұлармен әңгімелесіп, балалардың шоферкен деген жерден келіп, әулиеге арналған ақша мен дүниелердің бәрін алып кетпекші болады. Жолға жақындап келе бергенде алдарынан бір көзді көлік келіп, соңынан шыр айналдырып, баспай-соқпай әбден сілесін қатырып қуады да, күн шыққанда жоқ болып кетеді екен. Қаша беріп, әр нәрсеге соғылып, киімдері жыртылып, баршаға масқарасы шығады. Әулиеге жасаған құрметсіздігі үшін хадиске қарсы келіп, ондай істер жасағаны үшін бірден жазасын алады. Тағы бір адам келіп Қанарбай атаға арналған дүниелерді алып бара жатқанда, бір көзі бар көлік қуады. Ал ол адам ол көлікті көріп тіл тигізіп боқтап жібереді. Содан қолындағы дүниелерді қойып үйіне қайтқаннан соң есі ауысып жынды болып қалады. Оны үйіндегілері қанша рет Қанарбай атаның қабіріне апарып түнетеді. Кешірім сұрап, көп уақытқа дейін жазылмай, зорға дегенде өз-өзіне келеді. Ал Қанарбай ата Көкалтас медресесінде оқыған білімдерінің арқасында ұстазының айтқанын тыңдап, бірнеше дұғаларды оқып елекке су құйып әкеледі. Сонда бәрі таң қалып, Қанарбай атаны әулие деп мойындайды. Қанарбай ата 1836 жылы дүниеге келген. Оның оқуға ақшасы болмағандықтан етікшіге шәкірт болып, біраз жыл етікшілікпен айналысып, жергілікті халыққа қызмет етеді. Және діни білімге құштар болып, білімді адамдардан дін жайында сұрап, солардан үйреніп, өзінің діни білімін ашады. Қанарбай ата кішкентайынан өткен-кеткен керуендерге қызығып, осылармен басқа қалаларға барып, ел көріп, жер көріп, білімін шыңдауды армандайды. Бір күні керуеншілерді көріп, олардың жанына барады да жұмысқа алуын сұрайды. Қанарбай ата керуенмен Бұхара қаласына жол алады. Ол өзінің ақылдылығы мен зерек ойлау қабілетімен Бұхарадағы Көкалтас медресесіне барып оқуға түседі. Білім алып жүріп, шәкірттерінен ерекшеленіп, ұстазының көзіне түсе бастайды. Және құрдастарының қатарында құрмет пен абыройға ие болады. Қанарбай ата өлген күні Үсен деген кісінің түсіне кіреді. Және түсінде Қанарбай ата, мені өзімнің күркемнің қасына көміңдер, Құран оқып намазымды шығаратын молда жоқ деп қынжылмаңдар. Осыл дәреттеріңді алып, намаз оқысаңдар жеткілікті. Намазды дамолла келіп шығаратынын аян етіпті. Үсен ата жиналған жамағатқа Қанарбай атаның аян бергенін баяндайды. Аянды бұлжытпай орындап, сол өзінің күркесінің қасына жерлейді. Сонда адамдар намаз оқып тұрған жерге бір керемет адам келіп, алдына тұрып имам болып намазын оқиды. Бірақ оны көпшілік қайдан келгенін білмей, артынан тұрып намазға бұйып оқи бастайды. Оқып болғаны сол екен, ол адамның ізін жоғалтып алады. Бір күні қожа руынан бір қария Қанарбай атаның аулына байқаусызда келіп қалып, атамен бір түн әңгімелесіп қалады. Содан уақыт өтіп, арадан көп жылдар өткенде Қанарбай атамен келіп тағы да әңгімелесіп кетейін деп жолы түседі. Бірақ Қанарбай атаның өмірден өткенін білмейтін еді. Қожа ата әбден жолдан шаршап шалдығып, бір мезетке көзі ілініп кетеді. Сонда құлағына «Ассалаумағалейкум» деген дауыс жаңғырып естіледі. Көзін ашып қараса, ешкім жоқ. Қасындағы атында біреу ұстап тұрғандай тым-тырыс тұрған екен. Сонда бірден кәлимасын қайтарып, жан-жаққа қарайлапты. Көзіне жолдың ар жағынан бір үйілген төмпешік көрінеді. Барып қараса, біреудің мазары болып шығады. Ойына неше түрлі ойлар келіп, Қанарбай атаның шәйлесін көреді де, содан кім екенін сұраймын деп жолын жалғастырады. Көп жол жүріп, өзі қалаған үйді таба алмаған соң, өзі танитын Майдабек байдың үйіне келеді. Бұл байдың қызы есінен ауысып,
жанұясынан тыныштық кеткен екен. Қожа ата, Қанарбай атаны көрмедің бе? Үйі болған еді, қайда кетті депті. Бай оның өмірден озғанын айтады. Қожа ата жаңағы өзі өтіп кеткен мазарға барып, Қанарбай атамен сөйлесіп, сол жерде бір түн қонады. Түнде қожаға бай қызын маған әкелсін, қиналып жүр ғой деп аян береді. Ертесі қожа байға барып, Аллаға дұға жасап, қызыңды Қанарбай атаның мазарына апарып, бір күн түнет деп айтады. Бай қожаның айтуымен қызын түйеге байлап әкеледі. Қыз Қанарбай атаның қабіріне келген бойда ұйықтап қалады. Таң атқанда да қатты ұйықтайды. Біраз уақыттан соң қызы оянып жылы жүзімен әкесіне қарап, байланып тұрған жіпті шешуін сұрайды. Бай қызынан не көргенін сұрағанда, қызы ауылға барып бір қой сойып, Құран оқытайық дегенде, әкесі егер сен жазылған болсаң, ақ бозат атаймын деп ауылға жол алады. Ауылға келіп ет асып, Құран оқытып, Құдай жолын жасайды. Ертесіне қайтадан жолға шығып Қанарбай атаның кесенесі мен мешітін салыпты. Шын ықылас мұратқа жеткізеді. Ол сондай, Алла жеті көкті жаратқан, және жерді де солар сияқты жаратты. Күмәнсіз Аллахтың әр нәрсеге күші толық жететіндігін білулерің үшін әмірлері жер мен көктің арасына түсіп тұрады. Сондай-ақ Аллахтың білімі әр нәрсені ішіне алады. Талақ сүресі 12 аят. Пешкуде Назар деген адам 1,5 жыл сал ауруымен ауырып төсек тартып қалады. Ем іздеп, еш жерден ауруына шипа таба алмайтын білген Назар Қанарбай атаны есіне түсіріп, әр күн сайын өзін қолдап, ауруыма шипа бер деп дұға жасай беріпті. Бір күні Аллаға жалбарынып дұға жасап, көмек сұрайды. Әбден қиналған Назардың көзінен жас тамшылап, бір уақыт ұйықтап кетеді. Сол кезде түсіне Қанарбай ата еніп, «Ей Назар, орныңнан түрегел» дегендей болыпты. Көзін ашса, денесі жеп-жеңіл болып, қуанышпен ояныпты. Орнынан тұрып, сол күннен бастап әр жерден ұстап аяққа тұра бастайды. Алланың жолына мал сойып, атағанын Қанарбай әулиеге балаларынан беріп жібереді. Ал Назар осыдан кейін жақсы жаққа өзгеріп, 5 күн бойы атаның зияратына жүріп келіп, ауруынан жазылып кетеді. Қанарбай ата Өзбекстан Республикасы Ұшқұдық ауданы Ұзынқұдық ауылында Аю терең тауында дүниеге келіп, сол жерде 1899 жылы қайтыс болған. Қанарбай атаның кесенесі осы Ұзынқұдық ауылында орналасқан. Бұл жерлерге адамдар келіп зиярат етеді екен. Қанарбай ата ауылға келген соң діни уағыздар айтып, халыққа әулиелігімен танылған. Қанарбай атаны зиярат етіп, әруағына Құран бағыштап, Алладан жәрдем сұраған кез келген адамның дұғасы сөзсіз қабыл болып, қайғы қасіретінен, қиыншылығынан, ауруынан айығып кеткендерді көбісі біледі.